Бүгін мен сіздермен тез әрі оңай дайындалатын печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қант керек, және де бөлме температурасындағы сары май керек. Маргарин қоспаңыздар, өйткені печеньеміз қатты болып қалады. Жақсылап қантпен араластырамыз миксермен, қолмен де араластыруға болады, венчикпен, және бір жұмыртқа саламыз. Онға қопсытқыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Онды біртіндеп салыңыздар, өйткені қап қатты болып қалуы мүмкін. Қолға жабыспайтындай болу керек. Осындай шариктер тәрізді жасаймыз. Араларын алшақ орналастырамыз, өйткені құрамында разрыхлитель бар. Бетіне кез келген жаңғақтың түрін салуға болады. Және де духовкаға 180 градусқа 10-15 минутқа жібереміз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Өте оңай және тез дайындалады. Және дастарханның сәнінде келтіретін печенье. Дайындап көріңіздер және маған комментарийда жазыңыздар, сіздерде қалай шыққанын.